Ассалаумағалейкум достар, Спорт Мастер каналына қош келдің. Менің атым Нұрфат. Бүгінгі видеода мен сіздерге брусия жасауды үйрететін боламын. Брусияны қалай 1-2 аптаның ішінде жасап үйренуге болады. Брусия жасау үшін қандай жаттығулар жасау керек? Сол туралы бәрін көрсететін боламын. Бүгінгі видеода мен көрсеткен жаттығуларды қайталап, сіздер брусияны 2 аптаның ішінде жасап үйренетін боласыздар. Достар, маған сіздер Instagram желісінде көп сұрақтар қойып жатасыздар. Брусия туралы шығарсыз, брусияны қалай 2 аптада жасап үйренуге болады деп. Бүгін сол сұрақтарға толығырақ жауап беріп өтетін боламын. Және де сіздерге әртүрлі жаттығулар көрсететін боламын. Бұл жаттығулар міндетті түрде қайталап көріңіздер. Егер сіз брусия жасай алмасаңыз, бұл видео дәл сізге арналған. Достар, видеоны көрмес бұрын менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Астында подписаться қызыл кнопка бар, соны басып кетіңіздер. Және де қасында қоңырауша бар. Қоңыраушаны бассаңыздар, менің әрбір шыққан видеомды жібермей көріп отыратын боласыздар. Ал біз видеомызды бастаймыз. Біздің брусия жасап үйренуге арналған бірінші жаттығу бұл осылай брусияға мінеміз, және де брусияда осылай тұрамыз. Бұл сіздің брусия жасап үйренуіңізге жақсы пайдасын тигізеді. Бұл жаттығуда 4 подход на максимум жасайтын боламыз. Бұл жаттығуда сіз денеңізді босатпауыңыз керек, яғни денеңізді қатайтып ұстап, брусияда осылай тұрамыз. Брусия жасау санын арттыруға өте жақсы пайдасын тигізеді. Біздің екінші жаттығу бұл брусия жасағанда асықпай түсеміз және аяқтың көмегімен көтерілеміз. Бұл жаттығуда 6 подход 15-20-дан жасайтын боламыз. Бұл жаттығуды сіздер күнделікті үзбей орындап отырсаңыздар, 2 аптаның ішінде пайдасын көретін боласыздар. Үшінші жаттығу негативный брусия. Видеода өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай брусия дұрыс техникада орындалмаса да, өзіңізді қинап терлеп жасауыңыз қажет. Бұл жаттығу сіздің выносливостіңізге және де брусияда тез арада жасап үйренуіңізге жақсы әсерін тигізеді. Бұл жаттығуды сіздер аптасына 4 рет, 5 рет қайталап отырсаңыздар, 2 аптаның ішінде брусия жасап үйреніп алатын боласыздар. Біздің 4-ші ең маңызды жаттығу бұл брусияны таза, чисто жасап шығамыз. Яғни брусияға мінеміз және де түскенде асықпай түсеміз, көтерілгенде асықпай көтерілеміз. Сіз осылай брусияны 1 рет болсын, 2 рет болсын таза жасауыңыз қажет. Бұл өте маңызды. Егер сіз брусия жасап үйренем десеңіз. Мен де ең басында брусияны осылай 1 рет, 2 рет таза жасап бастадым. Одан кейін осылай көтеріле бердім. Қазір менің брусияда результатым 100-150. Бұл осы жаттығудың арқасында ең басында сіздер 1 рет, 2 рет чисто жасайсыздар. Солай қайталай беріңіздер, өзіңізді қинаңыздар. Жетістікке жетем десеңіз, міндетті түрде жететін боласыз. Достар, осымен біздің видеомыз өз соңына жетті. Видеоның соңынан көргеніңізге саған көп рахмет айтамын. Бүгінгі видеода көрсетілген жаттығулар қайталап сіздер 2 аптаның ішінде брусия жасай алатын боласыздар. Яғни бүгінгі видеода мен сіздерге әртүрлі брусия жасап үйренуге арналған жаттығуларды көрсеттім. Бұл жаттығуларды сіздер аптасына 3 рет қайталап отырсаңыздар, 2 аптаның ішінде брусия жасап үйренетін боласыздар. Достар, сіздерге видео ұнады деген ойдамын. Ұнаса мен каналыма тіркеліп кетіңіздер, лайк басып кетіңіздер және де осы видеоны достарыңызға таратуды ұмытып кетпеңіздер. Сосын келесі видеода қандай тақырыпта видео шығарайын, соны астында комментарий жазып кетіңіздер. Мен сол комментарийді оқып, сондай видео шығаратын боламын. Егер де осы видео 500 лайк жиналса, мен келесі видеода арықтауға арналған жаттығуларды түсіретін боламын. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.